Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода табиғи өрік шырынын дайындаймын. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап таза етіп жуып аламыз. Осы жуып алған өріктерімізді ортасындағы дәнегінен ажырататын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей дәнегінен ажыратып аламыз. Әр жақта әрқалай айтылады, дәнектен яғни ортасындағы сүйегінен ажыратамыз. Мінекей, барлық өріктерімізді дәнегінен ажыратып алдық. Келесі өріктерімізді қазанымызға саламыз және де үстіне салқын суымызды құямыз. Салқын суымызды құйып, қайнағанға дейін газымызге қоямыз. Біздің өріктеріміз өте әдемі болып қайнап жатыр. Бұл уақытта көбігін алмаймыз, қажеті емес. Жақсылап осылай араластырамыз. Өріктерімізді осындай қалыпқа келгенше қайнатамыз және де газымыздың астын өшіріп қоямыз. Өріктеріміз аздап суығаннан соң келесі блендердің көмегімен ұсақтап алатын боламыз. Неке жақсылап блендердің көмегімен ұсақтап алдық. Келесі үстіне шекерімізді, яғни қантымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да бір қайнатып алатын боламыз. Қантымызды салғаннан соң осылай қайнайды, әдемі етіп қайнағаннан соң көбіктерін алып тастаймыз. Бұл кезде көбіктері бізге қажет емес. Көбіктері араласып кетпесін. Тез-тез алып тастайтын боламыз. Өрік шырынымызды аздап суытамыз. Келесі суыған шырынымызды ситодан жақсылап өткіземіз. Бізге қажет емес, артық қалдықтары ситода қалатын болады. Мінекей, біз шырынымыздың барлығын жақсылап ситодан өткізіп алдық. Енді бұны
банкаға құйып қысқа сақтап қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Мінекей біздің табиғи өріктен жасалған шырынымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта тағы да видео рецептер салатын боламын. Сау болыңыздар.